Қорғаныс министрлігінің қайтыс болған зейнеткерін жерлеуге арналған бір жолғы төлемді және оның отбасы мүшелеріне берілетін бір жолғы жәрдемақыны тағайындау үшін e-gov.kz порталында авторизациядан өту қажет. Басты бетте азаматтарға әскери есеп және қауіпсіздік әскери қызмет бөлімін таңдаңыз. Қорғаныс министрлігінің қайтыс болған зейнеткерін жерлеуге арналған бір жолғы төлемді және оның отбасы мүшелеріне берілетін бір жолғы жәрдемақыны тағайын қызметін таңдап, қызметке онлайн тапсырыс беру батырмасы бойынша өтіңіз. Бірінші қадамда барлық қажетті өрістерді толтырыңыз. Телефон нөмірі, электрондық пошта, қайтыс болған адам туралы мәліметтер. Қажетті құжаттарды жүктеңіз. Беттің соңында дербес деректерді пайдалануға келісім туралы ақпараты бар өріске белгі қойып, келесі батырмасын басыңыз. Екінші қадамда екінші деңгейдегі банкты таңдап, төлем түсетін шот нөмірін енгізіңіз. Өтінімге қол қойыңыз. Қызмет көрсету нәтижесі пайдаланушының e-gov.kz порталының жеке кабинетіне жіберіледі.